Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Pinduoduo сайтында қалай дұрыс размер таңдау болатындығын сіздерге көрсететін боламын. Бұның ең бірінші жолы әрине логистикасына қараймыз. Кез келген затты таңдардан алдын. Мысалы, ең бірінші аяқ киімге кірейік. Мысалы, кроссовкиге кірейік. 48 юань деп тұрған. Бұл кроссовка и осының логистикасы төмен қарай түссеңіз, именно сол кроссовканың логистикасы тұрады. Не қараңыз, 240, 245, 250 деп тұрды. Уже төбесінде біздің размерлер 38, 39, 40, 44-ке дейінгі размер. Қытайдың размерлері біздің размерлермен осында жазылып тұр. Сосын аяқ киімнің аяқтың жуан жіңішкелігіне де қарай сипаттаған. Ал мұнда аяқ киімнің логистикасы, қалыңдығы, жұқалығы, қандай сантиметр, қандай миллиметр солар жазылған. Ал кейбір аяқ киімдер болады, логистикасына кірген кезде олардың размері жазылмай тұрады. Размері жазылмай, тек фотолары ғана тұруы мүмкін, дәл осылай. Бұндай жағдайда сатушының, мұнда қараңыз, сообщенияның белгісі тұр. Сонда кіреміз да сатушыға Қытай тілінен аударып, через Google арқылы осы, мысалы, через переводчик арқылы кіреміз да, өзі жазып, мынандағын үстін басып тұрсаңыз өзі копировать етіледі. Осылай сатушыдан сұрайсыздар. Ал киімге келетін болсақ, ал қыздар көйлекке келетін болсақ, киімнің размеріне, онда қалаған бір ұнатқан киіміңіздің ішіне кіресіз. Біз мына көйлек киік, қыстық. Төмен қарай түсеміз, сол көйлектің логистикасын көру үшін. Қараңыздар қыздар, 1000-нан аса сатушы алған. Отзыв примерно түсініп тұрған шығарсыздар. Отзыв тура сол фотода қалай солай болып келгендігі туралы мұнда жазылып тұр. Одан шығып төмен қарай логистикасын көреміз. Қараңыз, мұнда размерлер жазылып тұр. S, M, L, XL, 86, 50, 105. Мұнда белінің, бөксесінің сантиметрлері жазылған. Мұндағы қарап тұрсаңыздар, размерлер мына киімде барлығы жазылған екен. Дәл осылай таңдайсыздар. Ал киімде де размер жазылмаған жағдайда, тура ол жаңағыдағыдай сообщенияға кіріп, сатушының өзінен размерін жіберуді, размерный обложканы жіберуді сатушының өзінен сұрайсыздар.